Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай қап-қара майланып қалған табаларымызды және де қазандарды әппақ етіп үй жағдайында үйдегі бар заттардан табиғи жолмен осылай тап-таза етіп, ағартып, тазарып шығаратын боламыз бұл қазандарды. Қараңыздаршы, мінекей, осындай әппақ болып шықты. Ең бастысы, ешқандай химикат қолданбаймыз. Үйдегі бар заттардан қарапайым әдіспен тазалап шығатын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға, үлкен ыдысқа осылай суды құйып отырып, оған ас содасы бар ғой, осындай пищевой сода дейміз. Осыдан 6 ас қасық салып шығамыз. Енді осыған 6 ас қасықта сұйық май құямыз. Басында видео түспей қалыпты. Міне 6 ас қасық болды. Енді 6 ас қасық кір жуатын порошок. Кез келген порошоктың түрі бола береді. Енді осыны жақсылап бір араластырып жібереміз да. Мынандай 72%-лық кір сабын. Кез келген кір сабын бола береді. Ең бастысы пайызы 72% болса болды. Енді осыны осылай пышақпен майдалап турап шығыңыздар, ыңғайына қарап. Болмаса үкішпен өткізсеңіздер де болады. Майдалап үкішпен өткізген негізі тез ериді сабын. Мінекей, мен ыстық суды ағыздым. Сабынды осылай майдалап турап шықтым. Қараңыздар, сабынды осылай турап шыққан соң, енді осыны газға қоямыз да, бағана ыдыстарымызды салып, бір жарты сағат қайнатамыз. Су бірінші қайнап шығады, содан кейін жарты сағат қайнатыңыздар. Қараңыздар, осындай біздің қазанның шетіндегі майлар өзі қайнаған кезде түсіп қалғанда, қатты жерлері, осындай қап-қара жерлер қалып қойған. Осыны осылай сымқырғышпен осылай қырып жіберсеңіздер оңай кетеді. Мінекей, көрдіңіздер ма? Ең жылдам әрі оңай, әрі арзан, қолдағы бар, үйдегі бар заттардан осылай қазан тазалап шықтым. Енді осы әдіс сіздерге ұнаған болса, ары қарай каналдың дамуы үшін достарыңызға бөлісе отырыңыздар осы видеоны, және де комментария жазып, тегін лайктарыңызды басып, енді тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бұның алдында, егер қайнатпай тазалаймын десеңіздер, қайнатпай тазалаған менің қап-қара болған 2 табаны да қайнатпай тазалаудың әдістерін көрсеткен лайфхактар бар менің каналымда. Алдыңғы видеоларда қарап көріп алсаңыздар болады. Қараңыздар, қазанның іші осылай әппақ болып шықты. Өте қолжетімді әрі арзан, осы әдісті қолданып көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.